Assalamualaikum. Men esmim Muhammadjon Zanjar, жасым 12-де. Береке футбол командасының ойыншысымын. Мен футболдан тыс уақытымда техникамен жұмыс істегенде айналысқанды ұнатамын. Ендеше мен сіздерге мотоциклімнің саймандарын салып көрсетейін. Ендеше сіздерге бүгін мотоциклімнің жаңа аккумуляторын салып көрсетейін. Мен сіздерге отбасын туралы жай айта кетейін. Біз отбасымызда 4 адамбыз. Анам, әкем, туған қарындасым. Ал мен анам мектепте мұғалім болып жұмыс істейді. Ал қарындасым 5 сыныпта оқиды. Әкем Степногор қаласында жұмыс істейді. Осы техника әуес болуына әкем себепші. Осы саймандардың бәрін маған әкем алып берген. Осылардың бәрін осы кішкентайда. Мотоциклмен біз көбінесе малға барамыз, және де қойлар бағамыз. Осы мотоциклдар негізі ауылға арналған. Футболдан, сабақтан тыс уақытымызда футбол ойнаймыз, жылқы мінеміз, көкпар ойнаймыз. Ата-анама содан кейін көмектесемін. Циклда осындай минус, плюс деген нәрселер болады. Осы минус болады, оны бірақта плюсқа жалғауға болмайды. Өйткені плюс пен минус екеуі айырмашылықтары басқа. Оны өйткені бір-біріне жалғап қойсаңыз, замикания деген нәрсе болады. Біз осы мотоциклді қыздыру үшін осы аккумулятормен қыздырамыз. Бұл жаңағы ескі аккумуляторы, біз енді жаңа аккумуляторын саламыз. Жаңа аккумуляторды салған кезде сіздерге осы аккумулятор саламыз енді. Мен қалада осы 1 жыл оқыдым. Бәрібірде ауылға келсем, ауыл маған ыстық. Таңертең тұрамыз, малымызды жайлаймыз, шайымызды ішеміз, үйге кіреміз де ойнауға шығамыз. Күзде осы мотоцикліміздің бәріміздің істеп қою керекпіз. Өйткені біз жазда бұмен мал бағамыз, қой бағамыз, жылқыға барамыз.